Ассаламалейкум жақыларым, қалайсызлар? Денсаулықтарыңыз жақсы ма? Үйдегілердің да, үйге келген меймандардың да сүйсініп, жақсы көріп жейтін твороглы пирогын істеп көрсете жақпан. Сіз жоқларды әзетіп, арқайын жей алады. Себебі соншалы дәрежеде бос болады. 200 грамм маргаринге 1 маекті шағып, 1 стакан құмшекер, 1 пашка разградитель, 1 қасық қаймақ салып, жетерінше ұнды аз-аздан салып илеп аламыз. Қатты болып кетпеу керек, қолға да жабыспау керек, орташа қамыр болу керек. Қамырымызды илеп болып, қаліпке жайып, шетленін көтеріңкіреп жайып аламыз. Кенен творогымызды дайырлап аламыз. Ішіне салатын 4-5 қасық қаймаққа 500 грамм творогты салып, үстіне 3 маекті шағып жібереміз. 1 стакан құмшекер, 1-2 қасық крахмал, кукурузный крахмал болу керек. Обязательно картофельный болмайды. Кукурузный крахмалды салып, жақсылап араластырасыз. Егерде блендеріңіз болса, блендердан бір өткізіп жіберсеңіз де болады. 180 градус ысып тұрған пешкіде ярым сағатта пісіріп аласыз. Ярым сағат піскеннен кейін қалпын алмаймыз. Жақсылап суығаннан кейін барып холодильникке ярым сағатқа қойып болып, кейіннен кесіп жіберсеңіз болады. Жүдайым мазалы болады. Біздерге ас болсын, дайырлап көрсеңіз, сізге де ас болсын. Егерде дайырлап көрсеңіз, мені белгілеп кетуді ұмытпаңыз. Сіздерге пайдам тигеннен қуаныштымын.